өзім намаз оқимын дейді, әйелім оқымайды дейді, не істесем болады? Қасымхан, өзің хансың сен. Хан болғаннан кейін алтыным әйелді тәрбиелейтін еркек. Жай сөзбен, ақылмен, түсіндіріп, артық сөзге бармай, жамандамай, ұрыспай, боқтамай, өзіңді одан бүйтіп отырасыз да, бүйтіп отырсаң дұрыс емес. Өзіңді кішкене төмен түсір, әйелдің қасына қой. Сол кезде әйелің қарайды, менің күйеуім намаз оқымағанда қандай адам еді, намаз оқығанда ай супер болды десін да, өзгеріп кетеді. А біздікілер намаз оқиын деп жүрген кезде күйеу оқып кетсе діннен қашып кетеді, наоборот. Ей кәпір деген кезде астапырла діннен шығып кетеді осы. Сол үшін атаң қазақ айтқан, жылы сөйлесең жылан інінен шығады дейді. Жылан деген іште жын болады, сол жын шығып кетеді. Қатты сөйлесең дейді, мұсылман діннен шығып кетеді дейді. Жай айтуға болады ғой, сылап, сипап, сен мен жанымсың деп алақаныңа салып, үстіне бір подарка беріп, гүл беріп, бір джентльмен болып, есігін ашып, есігін жауып, маңдайын сүйіп қойсаң, ойбай жата қалады, шпагатқа тұрады, не то что намазға. Сенің алдыңда көргеніңде жүр шпагатта тұратын болады. Сен саған жақсам екен деп. Шпагатқа отыратын өтірік емес, бүйтіп занимация етіп, арықтайын тезірек, бүкіл мынау целлюлиттерді кетірейін, ойбай мынандай байдан айырылып қалмайын, намазға да тұрады, ол бәрін істейді. Сөйтші, жақсы амалда бол. Жақсының үстіне жақсы бол.